Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді, әрі керемет болып шығатын, бір жасағаннан сәтті болып шығатын осындай хамир хасыптың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыр үшін електен өткізілген ұн, бір дана жұмыртқа және алдын ала тұз салып, осындай суды дайындап алдым. Енді осы суды қосып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Міне қамырымыз дәл осылай иленді. Енді тындыруға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бетінен сүлгі жауып қойып қоямыз 10-15 минутқа. Енді қамырдың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Алдын ала пиязды ұсақтап турап аламыз. Салмас үшін бізге пияз керек және тартылған ет, кішкене күріш керек болады. Осы пиязымызды майда ұсақ етіп турап аламыз және турағаннан кейін ыдысымызға салып аламыз. Үстінен қалаған еттеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен сиыр еті туралған қолдандым және үстінен тұз салып, кішкене күрішімізді салып, үстінен дәмдеуіштерді қалауларыңыз жасасаңыздар болады. Сұйық май және тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде салмасы дайын болды. Енді оны пісіретін жақсылап тұздығын дайындайтын боламыз. Тұздығы үшін міндетті түрде жуа керек болады. Жуаны жақсылап ұсақ етіп турап аламыз және бір дана сәбізді қолдандым. Бір дана сәбізімізді терканың көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Бір дана сәбіз жеткілікті өткізіп алып, тәрелкемізге саламыз және бізге алдын ала мен қысқа сақтап қойған тәтті болгар бұрышында осы тұздығына қолданатын боламыз. Табамызды құйып, үстінен сұйық майымызды құйып аламыз және үстінен майымыз қызығаннан кейін үстінен жуамызды және сәбізімізді қосып, жақсылап бетін жауып қуыратын боламыз. Жақсылап кішкене қуырылу керек. Қуырылғаннан кейін тәтті болгар бұрышын салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Тәтті болгар бұрышын салдып, оны да қуырып аламыз. Үстінен кішкене дәмдеуіштер, тұздарымызды салып, бетін жауып қоямыз. Мына жақта қамырым 10-15 минуттай тұрды, дайын болды. Енді осы кішкене қамырды кішкене жайып қоямын. Өйткені тағы да кішкене жайып қойғаннан кейін тұрғанда өте тез жайылады. Сол себепті кішкене оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Кішкене уақыт 5 минуттай тұрғызып қоямыз. Қамырымыз тағы тез жайылу үшін 5 минуттай тұрғызып қоямын. Енді тұздығы жақсылап қуырылып жатыр. Қуырылғаннан кейін үстіне томат пастасын саламын. Бір үлкен ас қасықпен томат пастасы жеткілікті. Оны жақсылап қуырып аламыз. Және осының үстінен жақсылап томат пастамыз қуырылғаннан кейін үстінен суымызды құйып аламыз. Суымыз қайнауын күтеміз. Оған дейін біз қамырымызды дөңгелекше етіп жұқалап, дәл осы жұқа етіп жайып қойдық. Енді осы қамырымызды 4 бұрышты етіп, осы оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп кесіп аламын. Дәл осылай жұқалығы жұқа әдемі болу керек. Өйткені қамырымыз ішіндегі салмасымен бірге әдемі болып пісіп шығу үшін. Енді дәл осыны 4 бұрышты етіп кесіп жатырмын. Өзіме ыңғайлы болу үшін дәл осылай оқтаудың көмегімен қолдандым. Енді салмамызды ортасынан салып, дәл осы видеодағындай бүгіп аламыз, немесе түйіп аламыз. Дәл осылай түйіп аламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай әдемілеп түйіп шығамыз. Қамырларымызға салмасын салып, дәл осы видеодағындай бүгіп шығасыздар, достар. Өте дәмді болып шығады. Бірінші рет жасап тұрмын. Бірінші рет жасағаның өзінден өте дәмді, әрі керемет болып шығады екен, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде туыстарыңызға, достарыңызға видеоны бөлісіп, осы каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып қойсаңыздар, мен өте қатты қуанышты болар едім, достар. Жан жақтағы жетпей қалған қамырларымызды да дәл осылай тұздығын дайындап, үстіне қамырларымызды қойып, дайындап қойсаңыздар да болады, достар. Өте дәмді, әрі керемет болып шығады. Ішінен тұздығын салып, жей беруге де өте дәмді болады, достар. Дәл осы қамырларымызды бүгіп дайындап алдым. Міне өте әдемі, әрі тез, әрі оңай болып
бүгіледі әрі дайындалады. Сорпасын қайнауын күтеміз. Сорпасы қайнағанда осындай хамир хасыптарымызды біртіндеп отырып әдемілеп салатын боламыз. Барлығын салып шығамыз. Тұздығына осы қамырларымызды тізбектеп отырып саламыз. Қамырларыңыз бұдан көп болса да болады, өте әдемі. Қамырларды қорықпай үстін қоя берсеңіздер болады. Өйткені қамыр жабыспай әрі әдемі болып пісіп шығады. Менің қамырым дәл осы табамызға жеткілікті болды, сол себепті осылай жайылдырып салып шықтым. Дәл осының пісуіне 40-45 минуттай жай отқа қойып пісіріп аламыз. 40-45 минуттай піссе жеткілікті, ортасы да пісіп, қамырлары да өте дәмді болып пісіп шығады, достар. Қақпағын жауып, жай отта пісіріп аламыз. Міне біздің ерекше әрі өте дәмді хамир хасып тағамымыз дайын болды, достар. Енді тәрелкемізге салып, отбасы мүшелерімізге ұсынуға болады, достар. Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар, достар. Менің жаңа шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін. Дәл осы каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол себепті менің арнамда тіркеліп, жаңа рецепттерді көріп отырыңыздар, достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.